Сәлем. Ой, ешкім келмепті ғой. Мен бірінші келдім. Бұлардың бәрі қайда жүр? Сағат уже 8 болып қалды. Жарайды, күте тұрайын. О, сәлем, Эми. Сәлем, Лая. Қалайсың? Жақсысың, қалайсың? Сәлем бәріне. О, сәлем, Джейми. Қалайсың? Жақсы, жаман емес. Қалғандары қайда? Қазір келіп қалады. Айтпақшы, сендер естідіңдер ма? Бізде айтып жатыр ғой, жаңадан оқушы келеді деп. Мә, күшті. Оны жақсылап қарсы алу керек. Сәлем, қыздар. Сәлем, ұлдар. Ал балалар, қоңырау болды. Орнымыздан тұрамыз. Отырамыз. О, жоқ. Мен кешігіп қалдым. Жүгірейін. Мен қобалжып тұрмын. Бұл менің ең бірінші күнім. Кешіріңіз, апай, кешігіп қалдым. Балалар, бұндай оқушы сендердің сыныптарында бар ма еді? Ол бізге жаңадан келген. Бүгін ғана келіп тұр. Ал онда кір. Қане, өзіңді таныстырып кет оқушыларға. Менің есімім Синди. Мен жаңадан келдім және қобалжып тұрмын. Қош келдің. Қош келдің. Ендеше жайғаса ғой. Қай орынға отырғың келеді? Арттағы орынға отырамын. Жақсы, отыра ғой. Сәлем. 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 Балалар, қоңырау кезде сөйлесесіңдер. Қазір сабақ жасаймыз. Қазір сабақ өтеміз. Мен бұл мектепке үйреніп кете аламын ба? Мен байлар оқитын мектепке келдім. Бірақ та мен өз біліміммен түстім. Надеюсь, бұл жердегі қыздар мейірімді және де досшыл. Қазір өзі қандай сабақ еді? Қоңырау соқты. Жарайды балалар, қалған тапсырманы үйде орындайсыңдар. Ал сау болыңдар. О, тағы да сәлем. Сәлем. Есімің кім дедің? Синди. Танысып қояйық. Менің есімім Лая. Менің есімім Эмили. Ал ана қыздың есімі Джейми. Бізбен дос боласың ба? Ұялма. Әрине дос боламын. Джейми енді сені басында жақтатпауы мүмкін. Ол мені келген кезде де жақтатпаған. Бірақ қазір бәріміз дос болып кеткенбіз. Ал мына ұлдар, олар сенімен онша қатты араласпайды. Ал қазір қандай сабақ? Қазір бізде қазақ тілі. Ал сонда қазір қанша минуттық қоңырау? Қазір 20 минут қоңырау. Мүмкін барып асханаға барамыз. Сендер кеттік. Кітаптерімді шығарып қойын. Сендер. Біз саған мектебімізді таныстырайық. Бұл бізде осындай шкафтар болады. Бұл жерге өз заттарыңды қоясың. Айтпақшы қыздар, бұл кімнің плакаты? Сен есінбедің бе? Біздің мектепте президент сайлап жатыр. Ол жерде тек қана 5 пен оқитындар болады. Ал бұл қыз өте өзінше қыз. Сол үшін бұл президент болғанын қаламаймын. Бірақ өзінің плакатын барлық жерге іліп қояды. Иә, кеттік, қарным ашып кетті. Мен дым жемедім. Джейми осы жерде жүр екен. Бұл әлгі қыз емес пе? Иә, сол қыз ғой. Міне біз келдік. Онда мүмкін 3 бургер алайық. Иә. Сен ала бер, біз мына жерге отыра тұрамыз. Жарайды. Міне қыздар. Дәмді. Міне ақшасын жіберіп қойдым саған. Рахмет. Мен ақшамды, кошелегімді, сумкамды алмасып кетіппін. Сосын берсем бола ма? Ой, жоқ. Саған тегін ғой, сен жаңадан келдің. Сол үшін менің атымнан сыйлық. Ал қыздар, тамақтанайық.
Рахмет. Қоңырау болды, кеттік. Сабағымыз басталды. Барлық сабақтан кейін. Ой, сабақтар да аяқталды. Жүріңдер, үйге қайтайық. Қыздар, мүмкін ана жерге отыра тұрамыз. Жарайды, жүріңдер. Айтпақшы, қалай, саған біздің мектеп ұнады ма? Өте тамаша екен. Мен бұл жерде тек байдың балалары, қыздары оқиды деп ойласам. Қайдағы? Бұл жерде тек байдың балалары ғана оқымайды. Неге? Бұл жерде байдың балалары көп қой. Көбінесе ата-анасының ақшасына түскен. Мен бірақ өз біліміммен түстім. Менде. Айтпақшы, есіңдер ма? Менің подругам мектептің президенті болайын деп жатыр ғой. Соған дауыс беріңдер, барлықтарың. Неге оған? Оның енді мінезі кішкене ауырлау ғой. Оның үстіне президент болған кезде бәрінің мазасын алады. Менің ойымша, сен де болу керек, себебі сен де 5-пен оқиды. Я, сен де біздің сыныптан тек қана сен де 5-пен оқиды ғой. Я, мүмкін сені кандидатқа ұсынып көреміз. Сен жақсы президент бола аласың. Мәссаған, мен тіпті олай ойламаппын. Қиын шығар президент болу. Я, өте қиын. Оны тек менің подругам ғана атқара алады. Сен не қыласың президент болып? О, привет, тағы. Мән берме, ол сондай. Сен, менің ойымша, сен президент болуың керек. Сенің қолыңнан келеді. Тым ерте емес пе? Бүгін ғана келдім ғой. Егер сен бүгін кандидатқа ұсынбасаң, кейін кеш болады. Себебі ол уже көп дауыс жинады. Оның достары өте көп. Я, оның үстіне ол 5-пен оқымайды ғой. Тек ата-анасының ақшасына оқиды. Я, одан да сен лайықсың, сен өз біліміңмен түстің. Солай ойлайсыңдар ма? Әрине. Сосын мұғалімдер де сені мақтайтын болады. Жақсы мүмкіндік емес пе? Жарайды, қыздар, қолдауларыңа рахмет, бірақ мен аз дауыс жинап қалмайын ба? Жоқ, мен ойымша аз дауыс жинамайсың. Себебі оның құрбысының достары көп болса, жауы да өте көп. Жарайды, онда жүріңдер, айтып көреміз. Жүріңдер. Мен саған қорқып тұрмын. Қорықпа.